Армысыздар, сіздермен қызық факт арнасы. Алдыңғы видеода сіздерге тағамдық қоспалар жайлы аз-кем ақпарат берген болатынбыз. Егер ол видеоны көрмеген болсаңыз, көруді ұсынамыз. Қоспалар тағам өндірісіне енбестен бұрын бірнеше мәрте зерттеу тәжірибесінен өтеді. Тек адам ағзасына айтарлықтай зиян тигізбейтін жағдайда ғана рұқсат етіледі. Десе де мыңдаған зерттеу арқылы расталса да, денсаулыққа зиянын тигізбей қоймайды. Олай болса, төменде келтірілген зиянды әрі қауіпті тағамдық қоспалардың түрі мен атауын біле жүріңіз. Ең абзалы жадыңызға түйіп алыңыз. Е102 немесе тартразин тағамға сарғыш түс беретін қоспа. Яғни алтын сары түс беретін кондитерлік өнімдер мен өзге де сары, қыша, йогурт, сорпа, жемістер мен көкөністер консервілерінде кездеседі. Қоспаның кесірінен балаларда аллергиялық бөртпелер пайда болуы мүмкін. Шектен тыс гиперактивтілік пен зейіннің нашарлауы, бас ауруы, қалқанша безінің ауруы туындайды. Е103 алканин немесе алканет көптеген елдерде тыйым салынған қоспа. Қою қызыл түсті кондитерлік өнімдер мен кремдерде кездеседі. Шырышты қабықты тітіркендіреді. Канцерогенді тағам қатарында саналады. Е104 сары хинолин өте қауіпті. Көптеген Европа елдерінде қатаң тыйым салынған. ақш, Жапония, Австралия, Норвегия қатаң тыйым салған елдер қатарында. Ресейде және Украинада сары жасыл ысталған балықтарға, сусындарға, түрлі түсті дрожжелерге, кәмпиттерге, сағызға рұқсат етіледі. Балалардың гиперактивтілігі, есек жем, терінің қабынуы, астмасы бар адамдарда тұншығуы болуы мүмкін. Е105 қоспасы аспиринге төзімі төмен адамдар үшін өте қауіпті. Бұл қоспа көптеген Еуропа елдерінде, Украинада, Ресейде, ақш-та тыйым салынған, ал шығыс елдерінде белсенді қолданылады. Көбінесе сары кондитерлік өнімдер мен сары түсті сусындарда кездесуі мүмкін. Оның организмге уыт әсері бар, қатерлі ісіктердің көбеюіне әкеледі. Е106 немесе рибофлавин бисфосфат Европада, Ресейде, ақш-та, Канадада тыйым салынған. Оның да түсі сары. Құрамында осы қоспа бар пигментті сары өнімдер аллергияға шалдықтырады. Бүйрек функциясының бұзылуын, көру қабілетінің төмендеуін тудырады. Ресейде, Австрияда, Швейцарияда, Норвегияда, Швецияда, Жапонияда тыйым салынған. Рұқсат етілген елдерде апельсин, ірімшік тұздықтары, балық консервілері, қабықшалар, шығыс дәмдеуіштері, пакеттегі сорпалар, глазюр, балмұздақ, джем, мармелад сусындарда кездесуі мүмкін. Зияндылығы аллергия, жүрек айну, мұрыннан су ағу, бүйрек ісінуі, хромосомалардың зақымдануы, ас қорыту балалардың концентрациясын нашарлауына алып келеді. Е120 өте қауіпті қоспа. Аталмыш қоспа кармин деп те аталады. Денсаулық үшін өте қауіпті қоспалар санатында. Ресей Федерациясы, Украина, Европа, ақш-та рұқсат етілген. Түсі қып-қызыл болып келеді. Қызыл балық, ет, сүт өнімдері, кондитерлік өнімдерде, алкогольді және алкогольсіз сусындарда, шұжықтар мен тұздықтарда, кетчуптар мен глазур өнімдерінде, шырын, желе сынды тағамдарда кездеседі. Кармин қосылған өнімдер бірінші кезекте аллергия тудыруы мүмкін. Жоғарыда жіктелген өнімдерді тұтынбас бұрын мұқият құрамын оқуды, зерделеуді ұмытпаңыз. Е122 қоспасы қатерлі ісік ауруларының асқынуын туғызатын қоспа азорубин кармаизин деп аталады. Көптеген елдерде тыйым салынған өнім. Қызыл қоңыр джемдер, сироптар, мармелад, кондитерлік өнімдер, шырындар, қызыл сусындарда кездеседі. Аллергиялық бөртпелер, астма және аспиринге аллергиясы бар адамдар үшін өте қауіпті. Е151 немесе БН қара түсті бояғышы. ақш, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Швеция, Жапония мен Финляндия елдерінде қолдануға тыйым салынған. Өйткені бұл бояғыш демікпе дертінің негізгі қоздырушысы. Е210 бензой қышқылы мен Е211 натрий бензоаты консерванттар қатарына жатады.
Ғалымдардың зерттеуге аса мән беруіне себеп болғаны аскорбин қышқылымен қосындысы кезінде бензолдың түзілуі. Өйткені бензол өте улы. Адамның 1 кг дене салмағы үшін бензой қышқылының қауіпсіз күндізгі мөлшері 5 мг-нан төмен. Е220 немесе күкірт диоксиді тағамдық қоспасы жүзім шарабының кей түрімен кептірілген жемістердің өндіру барысында қолданылады. Бұл өнімдердің тотығуына жол бермейтін антиоксидант. Сонымен қатар пайда болуы мүмкін саңырауқұлақтар мен бактериялармен күреседі. Күкірт диоксиді демікпе дертіне шалдыққандар үшін қоздыру үрдісін туындыратындықтан зиянды болып келеді. Е250 тағамдық қоспасы. Тотықсыздандырғыш ретінде азот қышқылы деп аталатын тұз. Ол ет өнімдерінің алқызыл түсін сақтап қалу үшін қолданылады. Натрий нитретінің пайдасы ботулизм қоздырушыларын өлтіретін антибактериялық қасиетке ие. Егер натрий нитретін белгілі бір мөлшерден көп қолдансаңыз, ол ағзаға пайдасынан гөрі зиянын тигізеді. Өйткені өте улы. 65 кг адам үшін өлімге алып келетін мөлшері 4,6 грамм. Тағам өндірісінде 1 кг өнім үшін 50 мг-нан ас натрий нитреті қолданылады. Одан бөлек натрий нитретінің тағы бір жағымсыз тұсы оның канцерогенділігі. Яғни азот қышқылының тұзы ет құрамындағы амин қышқылдарымен реакцияға түседі де нәтижесінде нитризамин пайда болады. Олар денедегі рак жасушаларын оятып, онкологиялық ауруларды тудыруы мүмкін. Өндірісте нитрозаминдердің туындауына жол бермеу үшін аскорбин қышқылы қолданылады. Сонымен қатар натрий нитраты мен мигрен ауруының арасында байланыстың бары анықталған. Кез келген өнімді тұтынарда оның құрамын мұқият оқып, қолданғанда сақ болған жөн. Сіздерден кішкене өтініш. Осы видеоны көп адамның көруіне себепші болыңыз. Ол үшін лайк басып, осы видеоны достарыңызға жіберсеңіз жеткілікті. Және пікірге қандай зиянды тағам қоспаларын білесіз жаза кетіңіз.